Саламатсыңдар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабаққа дайын болсаңдар, жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Бізде бүгінгі тақырыбымыз футбол, қақпаға допты дұрыс бағыттау әдісі, допты тебу және үйретілген тәсілдермен тоқтату. Сабақтың мақсаты: қақпаға допты дұрыс бағыттау әдіс тәсілдерін бекіту, допты тебу және үйретілген тәсілдермен тоқтату тәсілдерін жетілдіру. Техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысып өтейік. Үй жағдайында жаттығулар орындау кезінде қауіпсіздік ережелері. Жаттығуларды орындауға арнайы орын таңдау. Жаттығуларды орындау орнын тазалығы. Жаттығуларды орындау кезінде кедергі болатын заттарды алып тастау. Міндетті түрде дененің қыздыру жаттығуларын орындау керек. Білім алушылар, мына бейнероликке қарап, дене қыздыру жаттығуларын бірге бәріміз жасаймыз. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтады. Басты алға артқа, оңға солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүкілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Допты қақпаға дұрыс бағыттау әдіс тәсілдерін меңгеру. Допты қақпаға дұрыс тебу, тоқтату тәсілдерін жетік меңгеру. Ойын ережесін түсіндіру. Ойын ережесінің қатаң түрде сақталуын ескерту. Білім алушылар, футбол ойыны кезіндегі допты тебу әдістерін айтып өтейін сендерге. Допты тебу әдістерінің бірнеше түрлері бар. Допты аяқтың жоғарғы жағымен тебу әдістері, допты аяқтың ішкі жағымен тебу әдістері, допты аяқтың сыртқы жағымен тебу әдістері, допты аяқтың ұшымен тебу әдістері, және де допты қақпаға тебу әдістері. Мына видеороликке қарап, допты тебу түрлері осы видеороликпен үйренеміз. Бұл жерде допты тебу әдісі табанның үсті жағымен, сыртымен және ішкі жағымен аяқтың. Және де соңғы әдіс табанның ұшымен тебеміз. Тебу әдістері бар. Тебу кезінде тіреуіш аяқты доптың жанына өте қатты қоймаймыз. Және тіреуіш аяқтың қисық тұрып қалуы, ыңғайсыз тұрып қалмауын қадағалаймыз. Тіреуіш аяқ неғұрлым доптың жанында тұруға тиіс. 10-15 сантиметр
ара қашықтықта. Және допты тебу әдісі. Аяқтың үстіңгі жағымен көтеріп, бұл жерде көтеріп тебеміз. Мінекей көріп отырсыздар, тебу барысында тіреуіш аяқты доптың жанына қойған соң, тізені бүгіп, тебу аяғымен бар жылдамдықпен тебеміз. Және осы әдіс бойынша допты айналдыра тебеміз. Топтың бағытын өзгерту арқылы, яғни қарсыласты алдау мақсатында. Екінші әдіс, топтың сыртымен тебеміз. Топты аяқтың сыртымен тебеміз. Яғни бұл әдісті жасау үшін көп жаттығу қажет. Допты тоқтату түрлері, әдістері және техникасы. Допты тоқтату кезінде ең бастысы ол ойыншының аяғынан кері серпіліп кетпеуі. Домалап келе жатқан допты табанның ішкі жағымен тоқтатқанда дененің салмағы тірейтін аяққа түседі. Ұшып келе жатқан допты аяқ жетпейтіндей жағдайда баспен, кеудемен тоқтатады. Жерге түскен соң әрі қарай аяқпен теуіп алып кете береді. Білім алушылар, үйге тапсырма. Кері байланысқа шығып, сұрақтарға жауап беріп, Платонсқа дотқа жібереміз. Және де келесі тақырып бойынша қарсыласты айналып өту, екі жақты ойын ойнау тақырыбы бойынша іздену. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болайық.